Ассалаумағалейкум, құрметті достар, біз бүгін сіздермен шұғыл түрде шығып отырмыз. Бүгінгі қозғайтын мәселе тіл мәселесі. Қазақтың жауы қазаққа да ма? Осыдан бірнеше күн бұрын Нұрсұлтан Құрман бауырымыз Черчесовке, яғни Қазақстанның футболдан ұлттық құраманың бас бапкері Черчесовке сұрақ қойған болатын. Ол сұрақтың қандай сұрақ қойған маңызды емес, маңыздысы қазақ тілінде қойылды. Және осы кішігірім Ресейде талқылауға түскен екен. Пресс-конференцияда өздеріңіз білесіздер, Ресейдің бір командасында қандай екенін айтқым да келіп тұрған жоқ. Нұралы Әліп футбол ойнайды. Және сол жерде пресс-конференцияда не жасайды? Әрине сұрақ қояды. Неге ол Черчесовтың ұлты басқа екендігін, Қазақстанда қазақ тілі мен орыс тілі бірге қатар жүретіндігін біле тұра, не үшін ол журналистер қазақша сұрақ қояды деген кезде ол хайп жинағысы келіп жатқан шығар деп айтқан болатын. Яғни бұл жерде біз енді Нұралы Әліпті қанша ақтап алғымыз келсе де ақтауға тұрарлық емес дүние айтылып жатыр. Не үшін? Себебі Қазақстан мемлекетінің ресми тілі ол қазақ тілі болды. Одан басқа ештеңе де айтудың қажеті жоқ. Тіл бұл бізге ғана керек, халыққа керек, ұлтқа керек. Сондықтан Нұралы Әліп өзіміздің түсінем, егер ресейлік болмаса, легионер болса түсінетін енді осындай әңгімені айтып жатса, кішкене мән бермеуге болатын еді. Ал бірақ бұл келесі спортшыларымызға үлгі болу керек деп ойлаймын. Бұдан кейін бұндай хайп жинағыңыз келсе де, қанша хайпты болғыңыз келсе де, мұндай әңгімелер жарамайды. Мұндай тілге байланысты ұлттың бір үлкен деребесін қоздыратын, керек емес, жағымсыз энергия беретін дүниелерді айтудың қажет жоқ. Сондықтан да бұл тіл мәселесі ол үлкен мәселе. Бұл тіл мәселесі Қазақстан онсыз да тіл мәселесімен күресіп келе жатқанына 33 жылдан асты. Оған дейін де күрескен, одан кейін қазір де күреседі, кейін де күресе береді. Сондықтан бұл көп ұлтты мемлекет болғандықтан және де біздің елімізде ақсап тұрған мәселелердің бірі болғандықтан біз міндетті түрде тіл мәселесін қастерлеуіміз керек, қадірлеуіміз керек. Бұл тіл шынымен де қазаққа ғана керек. Ал енді бұл жерде Нұралы Әліптің жағдайын қарастырып көрейік. Ең бірінші хайп жасау үшін жасаған болуы мүмкін, бірақ оның өзі үлкен дұрыс емес шешім деп ойлаймын. Екіншіден, өзіміздің маңғыстаулық бауырымыз, қазақ бауырымыз ғой, бірақ соған қарамастан осындай мәлімдеме жасағаны, бұл да бір ішіміздегі, еліміздегі халықта бір кішкене танымалдылыққа ие болып, тілдің мәселесі тағы да маңызды екендігін білдіргісі келгенде болуы мүмкін. Осылай да, яғни черный пиар, тоже пиар дейді, сол секілді бұл жерде де осындай бір астарлы мән жатуы мүмкін. Бірақ егер ондай болмай қалса, бұл енді өкінішке орай өте қиын жағдай. Нұралы Әліп, біз сенен күтеміз, алдағы уақытта халықтың алдында дәл осы мәлімдемеңнің түсіндірмесін. Бұны Нұрсұлтан Құрман да талап етті, біз де жанкүйер ретінде де халықта талап етеміз сенен. Сондықтан бұл халықтан асып ешқайда кете алмайсың. Кезінде Қаз әлемі парақшасы арқылы бір хайптарыңды ары қарай керемет етіп берген болатын. Халықтың барлығы сені қолдады, сені танымайтын адамдардың өзі, футболды түсінбейтін адамдардың өзі сен үшін комментарий жазды, сен үшін көптеген дүниелер жасауға дайын болды. Сондықтан бұндай әрекеттің дұрыс емес деп ойлаймын. Халықтан асып біз ешқайда бара алмаймыз, осыны түсінуіміз керек. Мен негізі ешқандай футбол жайлы, басқа жайлы айтқым келмейді, басқа спорт түрлері жайлы. Тек жекпе-жек өнерлері түрінен ғана, яғни күрес, ММА, бокс тақырыптарын қозғағым келеді. Бірақ бұл тақырып енді менің де шамыма тиіп кетті, сондықтан мен де осылай шығып отырмын. Біздің жоспарымызға сәйкес емес еді, бірақ сонда да шығып отырмыз. Не үшін? Себебі бұл тіл мәселесі өте маңызды. Біздің де спортшыларға, яғни қандай спортшы болсын, қазақстандық спортшылардың барлығы үшін өте маңызды. Тіл мәселесі бірінші орында тұрады. Сондықтан халықтың ашуына ешқашан бұлай тимеңіздер. Өзіміздің тілімізді құрметтеп қастерлеп жүрген қанша спортшыларымыз бар, оларға үлкен алғысымызды айтамыз. Жалпы біздің арнаның өзінің ерекшелігі бұл жанкүйер ретінде, яғни жанкүйерлердің пікірін халыққа жеткізу және ары қарай тарату. Одан бөлік біздің арнаны спортшылардың өздері де қарайды, спорт мамандары қарайды. Солардың өзі де жанкүйерлердің пікірін білу үшін біз дәл осы арнаны жүргізудеміз. Сондықтан бізді қолдаңыздар, парақшаға тіркеліңіздер, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Қазаққа қазақтың ғана жаны ашиды.